Бұл есепті оқушылардың 90%-ы қате шығарады. Боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Бұл есепті біз былай шығарамыз. Толық осы фигураның ауданын табамыз да керек емес жерлерін алып тастаймыз. Толық осы фигураның ауданын табу үшін мынау үлкен квадраттың бірінші ауданын табатын болсақ, 10-ға 10-ды көбейтсек 100, сосын 6-ға 6-ны көбейтсек 36. Екеуін қосатын болсақ, осы фигураның ауданы шығады. Яғни 136 болады. 136. Азайтамыз, сосын бізге керек емес жерлерді алып тастаймыз енді. Мына жері бізге керек емес. Осы қызылмен белгіленген жер керек емес. Бұл жер тікбұрышты үшбұрыш. Екі катетін көбейтіп 2-ге бөлетін болсам, осы фигураның ауданы шығады. Яғни 10-ға 10-ды көбейтсем 100, 2-ге бөлсем 50. Азайтамын 50-ді. Сосын тағы да бізге қай жер керек емес? Мына бір бөлігі керек емес. Бұл жерде дәл сөйтіп істеймін. Тікбұрышты үшбұрыш, екі катетін көбейтіп 2-ге бөлем. 16-ға 6-ны көбейтетін болсам 96, 96-ны 2-ге бөлсем 48. Тең, енді есептеймін. Есептеген кезде 38 шығады. Сонда қарамен боялған жердің ауданы 38-ге тең екен. Д деген жауап дұрыс.